Саламатсыздар оқушылар, біз бүгін сендермен Scratch бағдарламасындағы логикалық операторлар бөліммен танысатын боламыз. Ол үшін біз Scratch-тің онлайн түрдегі нұсқасын ашып алғанымыз дұрыс. Яғни сендерге түсінікті болу үшін мен сендерге Scratch-ның онлайн түрін ашып алдық. Операторлар алдыңғы сабақта өткенімізде Scratch 10 блоктан тұрады. Сол қапталда көрсетілген 10 блоктан тұрады. Біз бүгін соның оператор блогымен танысатын боламыз. Операторлар блогы негізінен өз ішіне екі түрге бөлінеді. Біріншісі ол бізде арифметикалық түрі, екіншісі логикалық операторлар түрі. Арифметикалық операторлар, логикалық операторлар. Кітабымызға назар аударатын болсақ, бізде 4-ші кестеде арифметикалық операторлардың қандай қызмет атқаратындары көрсетілген. Ол яғни қосу, азайту, көбейту, бөлу, салыстыру, тең деген секілді. Және де мынау жерде логикалық операторлардың қандай қызмет атқаратындары көрсетіліп тұр. Яғни бұл кезде және, немесе, емес деген секілді логикалық операторлармен қалай жұмыс жасау керек, және оның қандай қызмет атқаратындары мына кестеде берілген, өздерің толық дұрыстап оқып алыңдар. Енді біз сол логикалық операторлардың ішінде мына 3 операторға толық тоқталып өтейік. Жұмыс көбінесе осы 3 оператормен жасалатын болады. Ол бізде біріншісі және, немесе, емес операторы. Бұлардың қызметі және операторы екі пайымда дұрыс болса нәтиже дұрыс, ал екі пайымның біреуі дұрыс болмаса нәтиже дұрыс емес дейді. Яғни біз 12-ші суреттегі мысалды жасап көрейік. Және операторын қойдық. Және де екі пайымды беріп көрейік. Артық, кем. Енді мән береміз. 5 артық 4-тен. Бұл дұрыс, е? 4 кем 5-тен. Яғни біз екі пайым дұрыс болса нәтиже дұрыс дейді. Екеуі де дұрыс, екі пайымыз да дұрыс, е? Екі пайымыз да дұрыс, нәтижеміз бізде дұрыс шығу керек. Біздің нәтижеміз дұрыс, е? Ол true нәтижесін берді. Ал екі пайымның біреуі дұрыс болмаса нәтиже дұрыс емес дейді. Біреуін қате алып көрейік. 6 кем 5 дейді. Яғни 6 кем 5. Ол қате. Тексеріп көрейік. False. Яғни жалған. Дұрыс емес. Екі пайымның біреуі дұрыс емес болса, онда жалған. Екі пайымның екеуі де дұрыс болатын болса, онда ақиқат деген мәнді береді. Және операторы осындай қызмет атқарады. Екінші бізде немесе операторы. Екі пайымның біреуі дұрыс болса, нәтиже дұрыс дейді. Тағы да көрейік. Тең операторын қолданайық. Кем операторын қолданайық. Мән береміз. 50 дейік. Бұл жағы дұрыс. 60. Мынау жақ дұрыс емес. Енді тексеріп көрейік. Яғни нәтижеміз дұрыс деп тұр. Себебі бізде екі пайымның тек біреуі ғана дұрыс, біреуі дұрыс емес. Немесе операторы осысымен ерекшеленеді екен. Мына жерде және операторында екі пайымда дұрыс болған уақытта дұрыс болады, ал біреуі қате болса, онда дұрыс емес болатын. Ал мына жерде біреуі қате болса, біреуі қате дұрыс болса да дұрыс болып, нәтижесі ақиқат болып шығады екен. Келесі емес. Емес операторы бізде. Егер пайым дұрыс болмаса, нәтиже дұрыс дейді. Қате берсең де, ол бізге дұрыс ақпаратты шығарып тұра береді екен. Қате беріп 60. 60-тен 50. True дейді. Нәтижеміз ақиқат болып тұр, true. 50. Сонда да false. Егер
нәтижені дұрыс беретін болсақ, онда бізде қате шығарады екен бұл. Емес, немесе және операторлары. Енді осыларды пайдаланып қарапайым программаны құрастырып көреміз сендермен. Кітабымыздегі 13-ші суреттегі скриптті құрастырамыз. Программаның скрипті берілген, осы программаны құрастырып көрейік. Онлайн скретчіміз ашықтыр. Ол үшін біз бірінші скриптімізді таңдап алайық. Кейіпкеріміз таңдаймыз. Спрайтты таңдап алайық. Ұл бала таңдаймыз. Ұл бала кез келген адам таңдауға болады. Бізге қарапайым бір кейіпкер болса, қарапайым бір кейіпкерді алайық. Енді программаға назар аударамыз. Программамыз әрқашанда жасыл жалаушаны басқан уақытта басталу керек. Екінші бізде көгілдір түсте мына оператордың ішінде бізден сұрау керек, күту керек. Бізден не деп сұрайды? Біздің отанымыздың астанасы қай қала? Біздің отанымыздың астанасы қай қала? Сұрайды, бізден жауапты күте тұрады. Келесі оператор. Басқару, управление блогында орналасқан. Если то операторын қоямыз. Қойдық. Келесі бізде келесі түске назар аударамыз. Бізде жасыл түс. Яғни жасыл түстің ішінде немесе деп жазылып тұр. Сондықтан біз операторы блогына барып, или операторын таңдаймыз. Қойылды. Одан кейін біз келесі назар аударайық. Жасыл түсте тең болып тұр. Сондықтан біз арифметикалық түрінен теңді таңдаймыз да мына блокқа апарып қоямыз. Общий қойып жүрмейміз, тек бірінші блогына ғана апарамыз. Келесі бізде көгілдір түсте тұр. Көгілдір түсті аламыз. Жауапты қоямыз. Мына жерге жауап деп жаза салуымызға болмайды. Жауап деп жаза салмаймыз. Бізде көгілдір түспен белгіленген екен. Сенсор операторынан осы ответ операторына апарып қоямыз. Сенсор блогынан ответ операторына апарып қоямыз. Жауапты енді жазамыз біз. Алматы. Алматы дейік. Сұраған кезде Алматы десе, немесе тағы да қайталаймыз. Тең операторына апарамыз. Ответ, жауап. Қазақша жазсалымызға да болады. Кешендер. Қазақша жазылмайды, кешендер. Мына жерге Астана деп көрейік. Астана дейміз. Астана дейміз. То келесі бізде күлгін түстегі бізге айтады. Осы жауаптарды бергенде бізге қате деп шығу керек. Қате жаздым. Келесін көрейік. Тағы да если басқару блогынан если тон аламыз. Тағы да дәл солай. Бұл кезде бұл кезде тең операторын алдық. Содан кейін жауап Нұр Сұлтан. Бізге дұрыс деген жауапты беру керек. Дұрыс.
Жақсы. Біздің қарапайым программамыз құрылды. Енді тексеріп көрейік. Жасылды басамыз. Біздің отанымыздың астанасы қай қала? Жауап берейік. Астана. Қате. Біздің отанымыздың астанасы қай қала? Алматы. Қате дейді. Біздің отанымыздың астанасы қай қала? Нұр Сұлтан. Дұрыс. Көрдік па? Қате, дұрыс деген сөздерді бізге шығарып берді. Осындай программаны құрдық. Жақсы, түсінген болсаңдар, үйде компьютерде орындайық тапсырмасы, 24-ші бетте компьютерде орындайық тапсырмасына өздерің үйдегі скретчтен ашып істеп көрулеріңе болады, егер үйде компьютер болатын болса. Өте қызықты. Ал негізден үй тапсырмасы, Эдумаркер үй тапсырмасы бізде мына сұрақтарға жауап беру болады. Жақсы, сабақ түсінікті болатын болса, сау болыңдар.